Сәлем баршаңызға. Бүгін сметанник өте дәмді, нәзік пирожный жасаймыз. Ыдысымызға 1 кружка ұн саламыз. 1 кружка ұнымыз 260 грамм. Құрамы экранда көрсетілгендей, үстіне 1 кесе немесе кішкене кружка қант саламыз. Одан кейін кішкене қатып тұрған сливочное масло, яғни сары майды ұнға салып, қантпен араластырып, қолымызды үйкейміз. Яғни қолымызға ұнды салып, үйке отырып, ұнымыздың түсін сары түске айналдырамыз. Одан кейін үстіне 1 жұмыртқаны салып, 1 жұмыртқамен осы қамырды елеп шығамыз. Қамырымыздың құрамы сливочное масло мен қант болғаннан кейін өте жабысқақ келеді. Жабыстыра отырып елегеннен кейін ең соңында сіздің қолыңызға қамыр жабыспау керек. Дайын болған қамырымызды пакетке орап, холодильникке 30 минутқа қоямыз. Холодильникте тұрған қамыр жақсы жұмсарады. Егер үйіңізде пирогқа арналған өзіңіздің ыдысыңыз болса, дайын болған қамырды ішіне салсаңыз болады. Мен фольганы 2 қабаттап, формочкаға бір жасап алдым. Одан кейін қайдадан ашып, үстіне дайын болған қамырымды жұқалап жайып шықтым, яғни оқтаудың көмегімен. Біздің қамырымыз жұмыртқаға ғана еленгеннен соң өте сынғыш келеді. Сондықтан абайлап қамырымызды барынша жұқа етіп жаямыз. Сметанниктің формасын шығару үшін осындай әдіс арқылы жан-жағын кішкене ширатып немесе орап біркелкі етіп жасасаңыз болады. Жаңадан ашылған YouTube каналымызды қолдау барысында подписаться етіп, лайк басып және комментарий қалдырсаңыздар болады. Келесі пирогымыздың үстінен құйылатын сметанниктің өзін жасаймыз. 500 грамм сметана және 4 жұмыртқаны қосып, ложкамызбен араластырып шығамыз. Бірақ миксермен, блендермен қатты езбейміз. Енді келесі жарты стакан, яғни 150 грамм қантты қосып, тағы бір мәрте жақсылап араластырып шығамыз. Осы дайын болған сұйықтықты жаңағы біздің дайын болған қамырымыздың үстіне құямыз. Бұл кезде сізге оңайырақ болу үшін алдымен духовкаға салатын табаңызды шығарыңыз. Табаның үстіне дайын болған фольга және қамырдан жасалған формочканы бірге қосып салып қойыңыз. Осыдан кейін ғана осы дайын болған сұйықтықты үстіне құйып шығыңыз. Сол кезде сізге оңайырақ болады. Духовкада 180 градуста 35-40 минут піседі. Сондай нәзік біздің сметанник дайын. Астарыңыз дәмді болсын.